Баршаңызға сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Таптым ау сені әніне гитарада разбор жасайтын боламыз. Бұл менің алғашқы разборым, сондықтан да мені қолдайсыздар деген ойдамын. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, және де колокольчикті басып қойыңыздар. Ендеше кеттік. Мен бірінші сіздерге қалай болатынын айтып берейін. Мен бұл жерде ең оңай аккордтарды көрсетемін. Сондай-ақ менде каподастр бар. Әрқайсыңыз өздеріңіздің дауыстарыңызға туралап алсаңыздар болады. Алаң бұл жаным, жүрегім, соғатын-ау жүрегім. Кім енді мені жеткізеді деп армандарыма, үмітте баяғы таусылуға да таяды. Бақыттан күдер үзіп жүргенде таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім. Таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім. Жылуын сезбей күніңде бозарып тоңып жүрдім мен. Сағыну деген күйді де мүлде ұмытқанымда, жеңіліп санамнан, жай таба алмай ғаламнан. Бәрінен күдер үзіп жүргенде таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім. Міне осындай болады. Ендеше разборымызды бастайық. Алғашқы аккордымыз бізде АМ аккорды. Міне осылай ұстайсыздар. Келесі аккордымыз F деп аталады. Көрініп тұр ма сіздерге? Одан кейінгі қарапайым аккордтарымыздың бірі DM аккорды, және де E аккорды. Бізде қағыспен орындасаңыздар да болады. Мен разбормен көрсетейін. Неше кеттік. Сегіздік разбор болады. Алаң боп жаным, жүрегім, соғатын-ау жүрегім. Кім енді мені жеткізеді деп армандарыма, үмітте баяғы таусылуға да таяды. Бақыттан күдер үзіп жүргенде таптым ау сені. Қайырмасы тура осылай. Жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім. Таптым ау сені, АМ. Жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлдем дем жаралы жан едім. Е аккорды. Таптым ау сені. Таптым ау
міне достар, осылай біздің разборымыз осымен аяқталды. Мені қолдап видеоның соңына дейін көрген жандарға үлкен рахмет. Және де келесі қандай әнге разбор болғанын қалайсыздар, соны жазып кетсеңіздер мен қуанып қалар едім. Ендеше рахмет сіздерге, сау болыңыздар.